12 жасқа толған балаларға арналған ақпараттық өнім. Ассалаумағалейкум, құрметті көрермен, эфирде Invest Live. Бұл жолы біз Тараздағы Техномарт жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне келдік. Онда тұрмыстық химия өнімдерінің бірінші түрі дайындалады екен. Қазір сол өнімдермен бірге танысып көретін Отандық өндіріс айтарлықтай қарқынды дамып келеді. Дәйекке дәлел, бұрындары сауда жерлерінде кілең шетелдік өнімдер толып тұратын болса, қазір оның орнын жергілікті өнімдер алмастырды. Тіпті әр қалада жеке-жеке дүкендер бар. Соның бірі және бірегейі Тараздағы Техномарт жауапкершілігі шектеулі серіктестігі. Бүгінде бұл кәсіпорын жергілікті өнімнің өзіндік брендін қалыптастыруда. Тұрмыстық химияның үйге қажетті химияларын барлығын өндіреміз. Бұл 2023 жылы сол март айында басталған бизнес еді. Енді осы март айында бір жыл толды. Үйге қажетті сол киім жуатын сұйықтықтар, ыдыс жуатын сұйықтықтар, шампунь, гель для душа, ыдыс жуатын барлығы өндіреміз. Барлық производстводан бастау үшін шамамен 40 миллиондай ақша кетілді. Ең көбісі технологияға. Ең көп ақша сол технологияға кетті. Өйткені әр технологтың жұмысы өте ұзақ уақыт алды. Және сертификаттар. Әр тауарды сертификат анализден өткізіп, тексерістен өткізіп, соларға сертификат алу, ол да нормальный ақша кетті. Аталған өндіріс ошағы өз жұмысын былтыр ғана бастаған. Содан бері кәсіпорын тұрмыстық химия өнімдерін шығарумен айналысуда. Атап өтер болсақ, компания ұнтақ, кір, ыдыс жууға арналған сұйықтық, сұйық сабын және де душқа арналған гель жасауда. Сонымен қатар компания басшылығы алдағы уақытта өнім түрлерін көбейтуді жоспарлап отыр. Осылайша нарықта сапалы отандық өніммен жауласақ дейді. Идея алдында басқа да кәсіптермен айналысқан болатын. Одан кейін карантин болғанға байланысты, әртүрлі ситуацияларға байланысты олардың рентабельный емес екенін байқадым да. Одан кейін қандай да кризис болмасын, әрқашан сұранысқа ие, адамдар күнделікті қолданатын нәрсе ойлап табу керек болды. Сонымен рынокты зерттей келе, тұрмыстық химия барлығы не болса да киім жуады, гигиенаны сақтайды, тазалық сақтайды деген сияқты барлығы қолданады. Сол себепті осы тұрмыстық химияны шығару идеясы келді. Ал рынокта, яғни көрініске ие болу үшін бір ерекше идея керек болды. Ол шетелде де, Европаларда, яғни тұрмыстық химияны құйылмалы түрде сатады екен. Сол себепті сол идеяны осы жаққа алып келдік. Қазіргі таңда осы бір жылдың ішінде 16 дүкеніміз бар. Құйылмалы тұрмыстық химия шығарамыз, Biomix брендімен. Мырза, енді мынау сіздердің өнімдерге қажетті заттары қайдан келеді? Бізде шикізаттың барлығы шетелден келеді. Ішіндегі құрамдас бөлігіне мысалы 11 түрлі зат қосыламы, барлығы шетелден келеді. Сыртындағы ыдыстары Өзбекстаннан аламыз. Осы жерде барлығын араластырып, технологияға байланысты жасап, стандартқа сай жасап, упаковать етіп, осылай дүкендерге таратамыз. Енді мынау өнімнің дүкендегілерден айырмашылығы қандай өзі антижирдің? Енді Biomix брендін қалыптастырғаннан кейін міндетті түрде сапаға жұмыс істеу керек қой. Яғни тұтынушылардың көңілінен шығу керек. Сол себепті максималды түрде өте жақсы сапада шығаруға тырысамыз. Енді мынау қарапайым кірдің өзін оңай кетіреді ғой? Әрине, мынау антижир ол майға қарсы, жаңағы сковородка, бір духовой пештер болатын болса, барлығын сеуіп несін болса, майда тез оңай ағызып жібереді. Сіздерде жалпы неше түрлі өнім шығарылады? Қандай? Мысал айтатын болсақ, ана жерде кондиционер, сұйық сабын, кір жуатын сұйықтық, ыдыс жуатын сұйықтықтар, олардың әр иісіне байланысты түрге бөлінеді. Мысалы, алма түрі, лимон түрі, теңіз иісімен, қардың, яғни морозная свежесть, сол сияқты иістермен иісіне қарай бөліне береді. Және тағы да унитаз, раковина жуатын, белизнаның гель түрі болады, және ауа тазартқыштар, шампуньдер, гель для душа сияқты, яғни үйге керекті гигиенаға тазалығын сақтау үшін барлық заттар шығарылады. Енді осы
қажетті заттардың мысалға анау өнімдердің сырты қай қаладан мысалға немесе қай елден аласыздар? Біз барлық ыдыстарды, баклажкаларды Қазақстанда өндірмегеннен кейін Өзбекстаннан аламыз. Өзбекстанда өте жақсы сапалы ыдыстар шығарғаннан кейін соқтан аламыз. Қазақстанда шығарады, бірақ качествосы өте төмен деп айтады. Төмен ғой. Қазірде мұнда тұрақты түрде 8 адам жұмыс істейді. Олардың қатарында сату бөлімінің маманы, дизайнер және де қарапайым жұмысшылар бар. Мұндағы әр маман өз жұмысын жетік біледі. Кәсіпорын айына 15 тоннаға жуық өнім өндіреді. Жергілікті өнімге деген сұраныс та жоғары. Биомикс компаниясының ерекшелігі, біз тұрмыстық химияны құйылмалы түрде сатамыз. Бұл Европада көп дамыған, жақсы танымал нәрсе. Өйткені, мысалы, мынау ыдыс жуатын сұйықтық 8 теңге тұратын болса, клиенттер өзінің ыдысымен келіп, немесе осы ыдысты қайтадан алып келетін болса, уже 8 теңгеге емес, уже 400 теңгеге алады. 50%-ға дейін үнем жасайды. Өйткені мынау сыртындағы құты болсын, наклейкасы, крышкасы барлығы бұның себестоимостына кіреді. Сол барлық заттарды алатын болса, 40%, 50%, кейбір заттарға тіпті 70%-ға дейін үнемдеп, клиенттер өздері ыдыстарымен келіп жатады. Ол халыққа да тиімді, біріншіден экологично, өйткені пластик ыдысты қоқысқа тастап, пластиктің оборотын сәл болса да азайтамыз да, яғни мусорды көп тастай бермейміз. Екіншіден экономично, өйткені ыдысқа, жаңағы наклейкаға артық төлем жасамай, бір оқпен екі қоянды атады. Мына қаз қатары тізіліп тұрған тұрмыстық химия көне шаһардан бөлек ірі Алматы, Ақтау сынды қалаларға жөнелтіледі. Әр қалада бір дүкен бар, тапсырыста жаман емес көрінеді. Ал сол өнімді жасаудағы алғашқы жұмысы былай басталады. Бұл жерде бізде ең бірінші этап суды тазалап аламыз, суды фильтр таза өткізіп. Себебі бізде суларда неше түрлі элементтер болғандықтан біз қоспалардың құрамын бұзып жіберуі мүмкін. Жерде кемі қанша тонна су бар қазір? Бұл жерде 4 тонна су жиналып тұр. Осы 4 тонна суды фильтр арқылы өткіземіз, таза су арқылы. Мұнан кейін дайын болған суға арнайы химикаттар қосылады. Бізде екінші этап дайын болған суды осы реакторға салып, технология бойынша арнайы дайындалған формула бойынша жасалады. Мұна мешалка арқылы араласып, өзіміз заттар дайын болады, осы жерде жасалып шығады. Кәсіпорын күнделікті тұрмысқа қажетті 40-тан аса өндірістік өнімнің түрін шығарады. Келесі кезекте сол отандық сұйықтықтар құтыға құйылып, арнайы аппараттың көмегімен полиэтилен пакетке оралады. Сосын қоймаға тасымалданады. Біз осылай күнде дайын болған өнімдерді осылай салафонмен қаптап, неқтен түнелден шығарамыз ары қарай. Бұл өз ар жақтан дайын болып шығады. Күннеге біз осылай 100 данасын дайындаймыз, дайын болған өнімдерді. Сөйтіп складқа жібереміз ары қарай. Сан емес сапаға мән береміз деген компания былтыр 180 тоннаға жуық өнім өндірген. Енді осынау көрсеткіштен асып түсіп, өнім көлемін арттырсақ деп отыр. Айтпақшы, осындағы құтыларға жапсырылатын жапсырма қағаздар да осында жасалады. Дизайнда өздері ойлап тапқан. Бұл дизайндарды өзім дизайнерлік қабілетім болғаннан кейін дизайндардың барлығын өзім жасадым. Өзіміздің стильге сай, өзіміздің биомикс компаниясына сай, стандартқа сай сол наклейкаларды жасаймыз. Олар осы винилға шығарылады. Винил деген осы пленка сияқты материал ғой. Наклейканың екі беті бар. Олайны ашып жапсырылады. Ешкенді жоқ, тұралып жапса береді. Аха. Бірден. Иә. Ультрафиолетовый лампасы осы красканы қатырады да бірден жайылып кетпес үшін. Осы жабыстырылып, келесі екінші осы аппаратта өтеміз. Осы аппаратқа салынып, көріп тұрғаныңыздай, контуры бойынша ровно ағып, осы пышағымен кесіп береді. Бұл винилдің барлығы, яғни шетелден, Қытайдан келеді ғой. Аппараттардың барлығы Қытайдан келінген аппараттар. Күнде неше дана кесесіздер?
күнде мыңдаған дана кесеміз. Әр продукцияға, яғни 1 тонна жасалатын болса, 1 тоннаның өзінен 1000 шақты, 2000 шақты зат шығатын болса, соған байланысты наклейкаларын шығарып отырамыз. Бұл жақта датасын өзгертіп отырамыз ғой, мысалы бүгін 1000 шақты биоксид шыққан болатын болса, бүгінгі күн көрсетіліп, печать жасалып, осы аппаратпен кесіледі. Кесіліп болғаннан кейін балаларға беріліп, сол наклейкалар жабыстырылады. Бір өкініштісі өндіріске қажетті шикізат шетелден келеді. Сол себепті бағасы да өзгеше болып отыр. Ал өнім өзімізден шықса тұтынушыға қолайлы болар еді дейді кәсіпорын басшылығы.